Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай нәзік пирогтардың бірі сметанник пирогын жасайтын боламыз. Қажетті тізімді описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен қантымызға бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Жасалу өте оңай пирогтардың бірі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк, коммент қалдыра кетіңіздер. Енді үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар, түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай біркелкі етіп араластырып алдық. Енді ұнымызды бөліп салып алатын боламыз. Разрыхительді ұнның үстіне салып, кішкене араластырып аламыз. Екі бөлікке бөліп, салып араластырып аламыз. Қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Сондай нәзік, жұмсақ тесті шығады. Міне қамырымыз, тестамыз дайын болды. Сондай жұмсақ, нәзік тесталардың бірі. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, қантымыз ергенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді оған қаймағымызды салып араластырып аламыз. Енді қалпымызды дайындап алатын боламыз. Диаметрін 24 диаметрге келтіріп, формамызды осылай дайындап аламыз. Қамырымызды ешқандай оқтаудың көмегінсіз осылай қолымызбен жайып аламыз. Сондай жұмсақ теста осылай қолдың көмегімен өте жылдам дайын болады. Не бортиктерін шығара отырып, жандарын да жасап аламыз. Енді салмамызды құйып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Вилкамен жектерін тегістеп шықтым. Пісіп болған соң кішкене бостау болып тұрады, одан қорқып қажет емес. 5-6 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Не осылай шықты. Маған өте ұнайтын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, назарларыңызға рахмет.